концерттерде боламын мен. Қанша жерде байқаймын, талай рет айтқанмын. Біздің жалпы қазақтың концертіне әйелдер көп келеді да. Әйелдер де бүгін көп келіп отыр екен. Мен бұл кісілерге ризамын. Егер осы әйелдер болмағанда біздің зал толмас еді. Ана өйткені әйел келсе, күйеуі амал жоқ келеді оған, еріп. Мен енді талай рет өсіп айтамын, бірақ дегенмен де кейбір кезде концертім біткеннен кейін аяқ жағында әйелдер келіп ренжіп кетеді маған. Мен көптеген тақырыптарым әйелдерге арналады ғой, ұрамын соған, сөйтсем айтады ғой. Сен нақ осынша төлеп келген уақытта аяқ жағында нақ бізді мазақтап кеттің деп, ұятсыз екенсің деп. Мен енді мен әзілдедім мен. Өйткені мен сатирикпін. Біз солай істейміз. Қолымыздан басқа келмейді. Бұл қанша әйел дегенмен де бұл кісілер аналар. Бұл кісілерді қанша мақтаса да ол артық болмайды. Егер мен ақын болсам, керемет өлең шығарар едім. Мен композитор болсам, керемет ән шығарар едім. Мен мүсінші болсам, керемет мүсін орнатып қояр едім. Құдай енді мені сатирик қылғаннан кейін енді әзілдеймін оны. Түсініңіздер сіздер. Сондықтан мына көңілін көтерсін. Мына бүгін біздің концертке көңілін көтерсін деп алып келіп отырған, аналарын алып келіп отырған балаларына, оның келіндеріне, оның қыздарына рахмет. Сізге Алланың нұры жаусын. Анаңыздың көңілін көтерген. Осы біздің концертке әйелдерін ертіп келіп отырған, туған әйелдерін айтып отырмын бұл жерде. Тумаған әйелдерін де ертіп келгендер бар осында. Мен туған әйелдерін ертіп келіп отырған күйеулеріне рахмет. Ұрпағыңыздың рахатын, қызығын көріңіз. Осы бүгін көңілді концертке жүретін қыздарын ертіп келіп отырған жігіттеріне рахмет. Сол қызбен бақытты болып, ұрпағыңыз көбейсін. Осы біздің концертке жүретін жігіті болмай қалып. Бар ма ондайлар, өздері ертіп келген қыздарға да рахмет. Мынау осы концертте бір керемет жігіттің көзі сізге түссін. Сөйтіп концерттен кейін сізді шығарып салсын. Сөйтіп сізге сөз айтсын. Сіз сол керемет жігітке ертең тұрмысқа шығыңыз, күйеуге тиіңіз. Бақытты болыңыз сөйтіп. Аяқ жағы керемет болған жоқ қой, жаман емес қой, әдемі ғой. Ой, рахмет. 3000 теңгеге кім саған бай тауып береді?